Мыңнан асқан бұлағы, жұпарын шашқан құрағы, түркінің болған тұрағы, жұртының болған жыр әні. Сыздауыт жері саялы, құмдауыт жері құбалы, оймауыт жері ордалы, торғауыттай қастерлі топырағының құнары. Бұл төңеулер тек меркіге тән. Армысыздар ағайын, сіздермен бірге Думан Мұхаммедқали, Әулие ата әлеуеті бағдарламасының бүгінгі санын Меркі ауданына арнамақпыз. Көне түркі тілінде Меркі қаласының атауы Мыңбұлақ деп айтылады. Өйткені Меркіде жер бетінде және жер астында арнасы бар өзендер аз емес. Тек бұлақ көзін таудан бастайтын өзендердің өзі оннан асады. Солардың ең үлкені шуға барып қосылатын қорағаты және оған келіп құйылатын ұзындықтары 100 шақырымнан асатын Меркі Аспара өзендері. Аудан биылғы жылы 2006 гектар қызыл шектік. Соңғы жылдардағы ең көп егілген жыл осы биылғы жыл. Меркі өңірі негізі облыста осы өңдеумен айналысатын кәсіпорындар мол аудан деп айтсақ болады. Жаңа айтқан қант зауытымыздың өзі облыста 2 қант зауыты болатын болса, соның біреуі Меркіде. Облыс бойынша сол 4-5 сүт зауыты болатын болса, оның 2-і Меркіде. Одан басқа бізде облыс бойынша 2 ет комбинаты бар, ірі ет комбинат десек, соның біреуі Меркіде. Енді қазір одан басқа балық зауыты іске қосылып, биылдан бастап өнім өндіре бастады. Биыл шетелге экспортқа шығара бастады. Биылғы жылы малдың басының барлығы өсіммен шықты. Соңғы 2,5 жылдың өзінде ірі қараның басы 30%-ға көбейді. Мысалға мен сізге айтайын, 16 жылдары 37 мың болатын болса, 36-37 мың болатын болса, қазір 50 мыңға жақындады. Ірі қараның басы, мына ұсақ малдың басы да жылдан жылға көбейіп келе жатыр. Адам денсаулығына аса пайдалы, шипалы су көздері Меркі ауданында жетерлік. Соның бірі Меркі радон шипажайы. Тәнге дәрумен жанға шипа болатын судың дәмін тату үшін ағылған жұрттың мұнда қарасы көп. Меркі радон шипажайы 450 адамға дейін қабылдауға мүмкіндігі бар. Ал бүгінде бұл жерде 235 адам ем қабылдап жатыр, дем алып жатыр екен. Құрылған жылы 1995 жыл. Меншіктері жекеше. Жұмысшылар саны 221 адам. Орташа айлық жалақы көлемі 78 мың. Шипажай тау арасына, Меркі өзенінің жағасында қоныс тепкендіктен табиғаты көркем, ауасы таза, суы шипалы. Оның басты ерекшелігі радонды минералды суында. Наш санаторий гордится радоновой водой. Біздің шипажай радон сумен танымал, оның қайнар көзі тауда. Құрамында жартылай реактивті радон элементі бар. Ол адам ағзасына түскен кезде қабынудың және ісінудің алдын алатын альфа бөлшектерге ыдырайды. Мұна азаматша шипажайға Атырау қаласынан келген. Ол емделушіге көрсетілетін қызмет түрлеріне жоғары бағасын беруде. Мен бірінші раз келіп тұрмын, бірақ та маған осы Меркенің ауа райы, жаңағы мына тұрған жері барлығы қатты ұнап тұр. Енді сосын біздерді қарсылағанда да медбикелердің жайшылығы, адамгершілігі, жаңағы сыпайылықтары өте қатты ұнайды. Біздің Меркі радон шипажайы жалпы 430 орын бар. 2017 жылы 9 адамға дейін қабылдадық. Осы жақында 2018 жылы жоспарымызда 10 мың адамға дейін қабылдайтын жоспарымыз бар. Бізде тек қана емдік шаралар ғана емес, кітапханамыз бар, интернет клубымыз бар, теннис ойнайтын жер бар, шахмат ойнайтын жерлер бар. Меркі ірімшік зауыты жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Құрылған жылы 2005 жыл. Жұмысшылар саны 112 адам. Орташа жалақы көлемі 56.814 теңге. Жобалық қуаттылығы күніне 32 тонна шикізат өңдеу.
Бүгінде Меркі ірімшік зауытында сүт өнімдерінің 35-40 түрін шығарады. Оның ішінде атақты Меркі майы, Меркі ірімшік және Меркі сара Қазақстанның барлық облыстарына жеткізіледі. Бүгінгі таңда зауыт күніне 22-23 тонна сүт қабылдауда. 1 литр сүттің қабылдау бағасы 80-90 теңге аралығында. Меркі ірімшік зауыты былтырғы жылы үкіметтен 6,5 миллион теңге субсидия алып, сүт өнімдерінің сыртқы қорабы мен қаптауыш қағаздарын жасайтын құрылғы алды. Бұл шығарылатын өнімге шикізатты 100%-ға дейін зауытта істеуге мүмкіндік туғызды. Кәсіпорын жұмысшылары 2 ауысымда еңбек етеді. Айлық жалақылары да тұрақты. Терең өңделетін сүт өнімдерге, қатты ірімшік және сары майға субсидия беріледі. Соның арқасында біз қазір өз өнімдерімізді жылдан жылға арттырып жатырық. Яғни оған біріншіден себепкер болып жатқаны осы соңғы 2-3 жылдағы кооперацияның ашылуы. Қазір біздің заводқа өткізіліп жатқан сүттің 60% көлемі пайызы осы кооперацияның арқасында. Осы ауданымызда 4 кооперация, Шу ауданында 3, Құлан ауданында 2 кооператив бізге қазір сүт өткізіп жатыр. Меркі ірімшік зауытының басшылығы елбасының 5 әлеуметтік бастамасында көрсетілгендей несиені жеке үй жанынан құрылған зәкірлі корпорациялар жобаларына бағыттау керектігін айтып отыр. Себебі осы арқылы сүт зауыттарындағы шикізат тапшылығын жоюға болады. Әйтпесе бұл кәсіпорынның күніне 50 тонна сүт қабылдауға дейін мүмкіндігі бар. Меркі балық өңдеу зауыты Меркі ауданы Андас Батыр ауылдық округы Гранитогорск ауылында орналасқан. 2017 жылы зауыт жалпы 100 тонна шикізат қабылдап, одан 70 тоннадай дайын өнімді өндіріп, жергілікті нарыққа саудалады. 2018 жылғы жоспар бойынша 700 тонна шикізат қабылдап, 400 тонна дайын өнімді өндіруді жоспарлауда. Құрылған жылы 2017 жыл, меншік түрі жекеше, жоба құны 700 миллион теңге, жоба қуаттылығы жылына 1500 тонна. Негізгі экспорт Латвия, Польша, Литва, Германия, Дания. Шикізат Каспий, Арал теңіздері, Зайсан көлінен. Заводтың қуаттылығы күндігіне 5 тонна, 8 тоннаға дейін шикізат қабылдап, 3 тонна, 5 тоннаға дейін дайын өнім шығарады. Завод толық іске қосылғанда күндігіне 15-20 тоннаға дейін балық шикізат қабылдау жоспарда бар. Тапсырысқа байланысты өнімді қазіргі таңда сазан, көксерке, жыланбас өнімдерін қабылдап жатыр. Көксеркенің және табанның жон еті, балықтың ұртымен тартылған етін шығаруда. Болашақта кәсіпорын балық шаруашылығын дамытуды да көздейді. Цех жұмысын қолға алудағы мақсат балық өнімдерін терең өңдеуді жүзеге асыру болып отыр. Қазіргі таңда еліміздегі іргелі балық зауыттарынан мамандар тартылып, жергілікті азаматтарды оқыту үстінде. Бүгінде цехта 48 адам жұмыс істесе, болашақта барлығы 70-80 адам жұмыспен қамтылатын болады. Балық өңдеудегі бірінші кезең балықтың сыртаршылады және жуылады. Одан кейінгі тазалау залына өтеді. Бұл жерде өнімнің салмағы өлшеніп, балықтың сүйектері толықтай алынып тасталынады. Яғни балықтың таза еті ғана алынады да мынандай сөрелерге әкеліп қойылады. Burada ешқандай сүйек жоқ балықтардың. Біреуі мынау сазан балығы, мынау көксерке балығы. Келесі кезең бұл балықтар минус 35 градус суықтықта қатырылады. Мынандай мұздатқыштарда өнім қатырылғаннан кейін ұзақ жолдарға жөнелтілу үшін, шетелдерге жөнелтілу үшін балықтың сыртына мұз қатырылады. Олар міне мынандай көргендеріңіздей, мынау және көксерке балығы. Осыдан кейін қораптарға салынып, шетелдерге жөнелтіле береді. Саба ЛТД индустриалдық логистикалық кешені шағын мұнай өңдеу зауыты. Бұл Меркі ауданының Сармолдаев ауылында орналасқан. Зауыттың құрылысы аяқталуға жақын. Жүріңіздер, мұнай өңдеу зауытымен бірге танысайық. Кәсіпорынның құрылған жылы 2009 жыл, меншік түрі жекеше, жер көлемі 4 гектар, жоба құны 662 миллион теңге, шикізат Қызылорда облысынан.
Саба ЛТД мұнай өңдеу зауыты айына 3300 тонна, жылына 40 мың тонна мұнай өңдейді. Ағымдағы жылдың наурыз айында Ресей Федерациясынан поток 100 қондырғы салынып, орнатылды. Бұл қондырғы Евро 4, Евро 5 стандартына сай отын шикізатын дайындап шығарады. Шағын мұнай өңдеу зауытын реконструкциялау жобасына облыс әкімдігі қолдау танытты. Қазіргі таңда зауытта құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. Содан 2016-2017 жыл бұл салынды. Былай қалай айтсам болады, холодный запуск, тесттілеу. Тесттік режимде істеп өтті, өз-өзін көрсетті. Одан мына алдыңғы салынған завод, соны қайтадан жөндеу жұмыстары жасалынды. 2017 жылы басталып, 2018-де тесттілеу режим бойынша 1000 тоннадан өткіздік. Бұл енді әлі толық бітірілген жоқ, тағы да қосатын нелері бар. Бұйырса қандай жанармай шығарады бұндан? Дизель отыны, бензин отыны, содан кейін мазут отыны. Спатай шаруа қожалығындамыз. Сұрат ауылдық округінде орналасқан. Серпінді, тындырымды тірліктер арқылы ауданның атын алыстарға танытып жүрген серіктестіктердің бірі. Биылғы шыққан өнімге шаруалар дән риза. Себебі өткен жылмен салыстырғанда өнім көлемі 1,5 есеге молаланған. Құрылған жылы 1929 жыл. Айналысатын істің түрі егін шаруашылығы және мал шаруашылығы. Жұмысшы саны 150 адам. Орташа айлық жалақы 57 мың теңге. Спатай жауапкершілігі шектеулі серіктестігі биылғы жылы жекелеген алқаптардан гектарына 70 центнерге дейін арпа алды. Бүкіл ауыл шаруашылық еңбеккерлерін жинап апарып көрсеттік. Көктемде егіс егіп жатқанда көрсеттік. Егіндеріңіз қаншалықты көтерілді, мына шаруашылықтың егіні қаншалықты көтерілді. Және олар қандай технологияны сақтап жатыр. Тыңайтқыш қанша берді. Былтырғы жылы бізде мысалға 640 тоннадай ғана тыңайтқыш пайдаланғанбыз. Биылғы жылы сол насихаттаудың, соны көрсетудің арқасында мына тыңайтқышы дұрыс пайдалану нәтижесі қандай екендігін көрсеткеннен халық 1,5 мың тоннаға дейін биыл тыңайтқыш алды. Халықтың көзі жете бастады. Түсірілім тобы аяқ басқан шаруашылық 2016 жылдан бастап элиталық және көбейтілген тұқым өндіруші шаруашылық болып құрылған. Шаруашылық қант қызылшасын жинайтын техникаларын 2017 жылы толығымен алмастырды. Жылдағыдан көбірек ектік, 300 гектардай. Әр гектарынан 800 центнерден алып жатырмыз. Неше түрлі тыңайтқыштар бердік. Жаңағы жаңбырлатқыш пен суғарып, уақытылы суғарғаннан осындай көп өнім алып жатырмыз. Яғни суару технологиясын өзгерттіңіздер, иә, биыл? Иә. Қанша адам жұмыс жасайды бұл көлде? Бізде қазір адамның санын азайттық, себебі қазір технология бәрі жаңарып жатқаннан кейін адамның күшік онша көп керек емес болып қалды. Оның себебі бізде жаңадан комбайндар алдық. Атап айтқанда КС-6 2 дана қант қызылшасын жинайтын комбайн және 3 дана РБМ-6 жапырақ қырқатын агрегатты Ресейден алдырды. Сонымен қатар шаруашылық 2018 жылы Франц Клейн маркалы комбайн сатып алды. Арулары байып тозан, жігіттері сайып қыран, аламанның тобын жарған, өрісімен кенішінде қырғы қонған Меркі ауданымен қош айтсамыз. Әулие ата әлеуеті бағдарламасының бүгінгі саны осымен тәмам. Жақсы күнде жүздескенше аман, сау болыңыздар ағайын.